Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін осындай сөйлесу видеосы. Бүгін жалпы осы Жапонға келгелі өткен видеоларда айтып жатырмын. 7-8 жылдың көлемі болып қалды. Осы уақыт аралығында жалпы Жапонның мені таңғалдырған сондай бір ерекше қасиеттерін айтқым келіп тұр. Яғни топ 5-тікті таңдадым. Соны сіздерге айтып берейін. Яғни ол біріншісі, ол Жапонның әлемге сондай жағынан танымал ғой, ерекше кішіпейілділігімен деген сияқты. Одан кейін жапондықтар әрқашан басын былай изейтіндігі. Мен тіпті өзімнен де оны өте көп байқаймын. Мысалы, көшеде келе жатып, болмаса велосипед айдап бара жатқан кезде, мысалы машиналар болмаса адамдар маған жол берген кезде басымды бүйтіп изеп қана өтемін. Болмаса мен арбаны, колясканы айдап келе жатқанда болсын, жолдан өткен кезде машиналар тоқтайды ғой, сол кезде басымды изеп міндетті түрде өтемді. Ол жаңағыдай тоқтаған адамдар, машинадағы адамдар оны менен талап етпейді, бірақ сонда да менде сондай бір қасиет қалыптасып қалды. Яғни жапондықтар қай кезде басын изейді. Ол сәлемдескен кезде, кешірім сұраған кезде, рахмет айтқан кезде деген сияқты өзінің бөлімдері бар. Сонымен қатар одан да бір тереңдей беретін болса, онда жапондықтардың тіпті қалай бас изеу керек, қандай жағдайда қалай бас изеу керек, градусына дейін айтылғанда. Бірақ мен оны айтып, сіздердің миларыңызды ашытпай қояйын. Тек қана осындай жағдайлар болады. Егер де Жапонға келіп жатсаңыздар, басты изеуді ұмытып кетпеңіздер деген мақсатта сіздерге айтып жатырмын. Ерекше кішіпейілділігі, оны қай жерден байқаймыз? Жапондықтардың көрсеткен сервисі деген тақырыпта видео жазған болатынмын. Сол кезде ресторандағы даяшылардың ерекше кішіпейілділігін айтқан болатынмын. Басында мен ойлағам, расында да ол шетелдіктерге ғана солай шығар деп. Сөйтсе жапондықтар өздеріне де сондай ерекше сыйластықты көрсетеді екен. Яғни мысалы мен жұмыс жасаған уақытта, мысалы жұмысты бітірген кезде, болмаса күннің аяғында болсын, жұмыс аяқталған уақытта адамдар бір-біріне отскарасама дес деп айтады. Сосын мен енді өзім ағылшын тілінің мұғалімі болып жұмыс жасадым, бірақ бұл отскарасама дес деген сөзді мен тікелей аудара алмадым. Егер де былай мағынасы жағынан аударатын болса, онда ол бүгінгі жасаған жұмысыңа рахмет, жақсы аяқтадың ба деген сияқты мағынаға сәйкес келеді. Бірақ оны біз күнделікті ағылшын тілі болсын, қазақ тілі болсын, біз олай айтпаймыз ғой. Бірақ жапондықтарда сондай бір ерекше кішіпейілділік бар да, жұмыс аяқталған уақытта отскарасама дес деп бәрі бір-біріне айтады. Сонымен қатар тағы да бір сөздер бар, дәл қазір есіме түспей тұр, бірақ сондай бір өздеріне тән жеке бір сөздері бар да. Соған ешқандай аудармаға сәйкес келмейтін, тікелей аударсаң, ол айтылуға бір түрлі қолайсыз сияқты болады, бірақ мағынасы жағынан олар жапондықтар күнделікті ол сөздерді қолданады екен. Екіншісі, яғни ол жапондықтардың қоғамдық көліктердегі ерекше тыныштығы, сөзсіздігі. Мысалы, метро болсын, автобус болсын, такси болсын, барлық адамдар үнсіз болады. Яғни телефондарында қарап отырады, кітап оқып отырады, газет оқып отырады, бірақ бір-бірімен дауысын қатты шығарып сөйлеспейді. Яғни мен бұны жақсы қасиет деп айтар едім. Неге деген кезде, мысалы, жұмысқа бара жатқан адам бір нәрсеге дайындалып бара жатыр, мүмкін бір жиналыстары болады. Болмаса жұмыстан қайтып келе жатқан адам жұмыстан шаршап, кішкене болса да көзімді іліп алайын деген сияқты бір жағдайлар болады ғой. Сол кезде мысалы тыныштықты расымен де қалайды да адамдар. Сол кезде мысалы пойызда біреу айқайлап сөйлеп жатса, ол еріксіз шаршағанның үстіне одан бетер эмоцияң қосылып ашуға берілуі мүмкін да. Міне осындай жағдайлардың алдын алу үшін жапондықтар өте ерекше сондай қоғамдық көліктерде тыныштықты сақтайды. Яғни бұл ерекше жапондықтарға тән қасиет деп айта аламын. Мысалы, мен өзім Қазақстанда жүрген кезде автобуста деген енді өте шулы болады. Бірақ жапондықтарда сол жағы ерекше сақталғанда, сол жағы маған ерекше жақын болды деп айта аламын. Сонымен қатар, мысалы, сондай қоғамдық көлікке кірген кезде, мысалы, көбісі рюкзак тағып жүреді ғой артқа.
олардың бәрі сол қоғамдық көлікке мінген кезде рюкзакты алдына тағып алады. Неге деген кезде ол яғни артында тұрған кезде сен адамды түріп кетуі мүмкін деген сияқты бір жағдайлар болады. Соның алдын алу үшін басқа адамға қолайсыздық туғызбас үшін сөмкесін алдына алып былай құшақтап тұрады. Ол бір жағынан қауіпсіздік, бірінші жағынан ол басқа адамға қолайсыздық тудырмау, ал екінші жағынан алып қарайтын болсақ, ол жаңағыдай қауіпсіздіктің бір сөмкенің қауіпсіздігінің бір негізгі көрінісі сияқты болып келеді деп айтар едім. Үшінші, астын сызып өтерім, яғни ол ресторандарда болсын, болмаса жаңағыдай тағамдар сататын дүкендерде болсын, тамақтардың жаңағыдай әдемі болып макеттерін жасап қояды сыртына шығарып. Және де сол жаңағыдай тамақтардың өлшемдері деп айтар едім. Яғни мен жаңағыдай Instagram стористарда болсын, былайда болсын, көбінесе айтып жүремін, жаңа ресторандарға барған кезде тамақтардың түрлерін көрсетіп жүріп, бәрі айтады, ой, тоясың ба бұл тамаққа деп. Астын сызып өтер едім. Неге деген кезде тамақтарының жаңағыдай өлшемдері кішкентай болады, бірақ бір берілген тамақтың мынандай несінде, бір мынандай ыдыста, поднос сияқты ыдыста, саған сол бір рет қабылдағанға жететін витаминдер, минералдар, барлық нәрсе сол тамаққа кіреді. Оның ішінде салат та бар, ет те бар, тәтті де, қант, глюкоза да бар, белок та бар, тағы басқасы сияқтылардың бәрі бар да, сол бәрі осындай бір подностың ішіне сыйып кетеді. Яғни тамақтарының өлшемдері кішкентай болғанымен, яғни адам бір жеген кезде біртүрлі көп жеген сияқты тойып қаласың да, яғни ол ұзақ уақытқа дейін жетеді. Сол ең маңыздысы. Сол ресторандарда, барлық дерлік ресторандарда жапон тамағының, тек жапон емес, жапондағы басқа ұлттың ресторандары болсын, бәрінің тамағының жаңағыдай макеттері тұрады. Сол макетке қарай, мысалы сен жапон тілін білмесең деген сияқты, сол макетке қарай бұл қандай тамақ екендігін біле аласың. Яғни бұл сол үшінші факт деп айтар едім. Қоқысты өңдеу. Мен өткенде сторисқа, ютубқа, шортс, рилс салған болатынмын. Сол жапондардың жаңағыдай қоқысты қалай өңдейтіндігіне байланысты. Мысалы, Жапонда жалпы қоқыс тастау өте жаңағыдай көп шетелдіктерге жаңағыдай ыңғайсыздық тудырады деп емес, бір сондай бір жағдайда, мысалы, жанатынды бөлек, пластикті бөлек, шөлмектерді бөлек деген сияқты өзінің жаңағыдай қатаң ережелері бар. Бірақ біздің жағдайда, біз мынандай комплексте тұрамыз, үйде, квартирада, ол жерде бізде өзі арнайы қоқыс тастайтын бір кішігірім бөлме бар, оны жаңағыдай көрсететін болам. Сол бөлменің ішіне жаңағыдай картондарды, нелердің бәрін бізде нақты күні жоқ та, тастайтын күні, біз кез келген уақытта барып тастай береміз. Яғни сол бөлмеде, кішігірім бөлмеде ол жинақталып алатын күніне дейін тұрады. Яғни ол бізге біртүрлі ыңғайлы да, мысалы, ал басқа комплексті үйлерде, яғни ол қоқыстарын үйде сақтауға керек болады да, себебі аптасына 2 рет қана қоқыс шығарылады, ол 2 аптада 1 рет пластик шығарылады, шөлмектер 2 аптада 1 рет шығарылады, картондар 2 аптада 1 рет шығарылады деген сияқты өзінің бір қатаң ережелері бар. Ол ережелерден бөлек, ол қоқыс тастайтынның өзінің пакеті де бөлек болады. Бірақ біздің жағдайда, біздің қуанышымызға орай, біздің жаңағыдай немізде, комплексімізде кішігірім бөлме бар. Сол бөлмеге бәрін апарып тастай береміз. Қажет уақытында адамдар өздері алып кете береді. Бірақ көп жағдайда, көп үйлерде оның өзінің тастайтын арнайы уақыттары бар, арнайы пакеттері бар, жаңағыдай сортингті ерекше жаңағыдай жасау керек деген сияқты. Яғни бұл көп шетелдіктерді таң қалдыратын жағдайлардың бірі болып саналады. Енді 5-шісіне не айтар едім, яғни мен өзім жұмыс жасағандықтан, Аян осы Жапонның компаниясында жұмыс жасағандықтан, яғни ол жұмыстың этикеті мен артық жұмыс жасау. Яғни мен көп естимін, мысалы, Қазақстанда, болмаса басқа елдерде адамдар уақытынан артық жұмыс жасаса, ол көп жағдайда төленбейді деген сияқты. Бірақ Жапонда ондай бір ерекше культура бар да, мәдениет. Егер овертайм деп айтады, мысалы, зангю деп айтады жапонша. Яғни осындай зангю жасаған кезде адамдардың ақысы міндетті түрде төленеді. 1 минут 1 секундына дейін төленеді. Мысалы, біз өзіміз жұмыс жасаған уақытта кейде бір балаларға бір көрнекіліктер, бір нәрселер дайындаған кезде
уақыт жетпей қалған кезде бір 15 минут 10 минуттың өзін біз жаңағы заңгер болып жазамыз да, оның өзі жаңағыдай саған ақша болып төленеді. Одан кейін сол жаңағы жапондықтарда ерекше не, бірақ жапондықтардың өздеріне бұл кішкене қиындау болып келеді, себебі енді менің жағдайымда мен білмеймін, шетелдік болғаннан кейін ба дәл жұмыс уақытын 5:30 дей ма 5:30 түсіп кете беремін да жұмыстан. Бірақ жапондықтардың өзіне келетін болса, олар көбінесе сондай артық жұмыс жасағанды ерекше жауапкершілік деп ойлайды да. Мысалы, жұмысқа жауапкершілікпен қарағандықтан олар жұмысын толық бітіру үшін сонда артық уақыт жұмыс жасайды, заңгерларды жасайды. Мысалы, Аянның өзі кейде 1 сағат, күніне 2 сағат сондай артығымен жұмыс жасайды да, жұмысындағы планды аяқтау үшін. Ал офистағы жұмыскерлер кешкі 10-ға дейін, 8-ге дейін жұмыс жасайтындар да бар. Көбінесе осыдан туындайтын сұрақ, жапондықтар жаңағыдай қазіргі тілмен айтқан кезде work-life balance деп айтады ғой. Жұмыс пен өмірді жаңағыдай балансировать етіп, баланста ұстау деген сияқты. Бірақ ол уақытты, мысалы 5 күн бойы толықтырылмаған уақытты олар сенбі, жексенбі максимум 100%-дан асырып толықтайды. Сол себепті отбасыларына көңіл бөлмейді. Жапондықтарда ондай жақсы емес деген сияқты ойлардан аулақ болуларыңызды шақырамын. Сол осындай 5 фактыны мен сіздерге бөліп айтып өттім. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы тақырып бойынша астына комментарий, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Рахмет.